Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазір мен бір мәселе жөнінде айтқым келіп отыр. Мынау жаңа парламент мәжіліс үйінде мынау балаларды жаңағы ата-анасы қол жұмсаса, басқа да бір жағдайлар болса, ата-анасын ұстатып 40 күнге 100 күнге қамаққа алады. Жаңағы ата-анасына штраф салады деген мынау заң. Міне осы заңның да кесірінен босаңсып, мынау жаңағы балдар әптен жаңағы ойнақтап, ата-анасын тыңдамайтын дәрежеге жетіп отыр қазір таңда. Мынау арп етіп, жаңағы беттен алып ата-ананың. Өйткені себебі ол бала уже жаңағыдай заң шыққаннан кейін уже ата-ананы қамайтынын біліп, сондықтан ол жаңағы құқымды қорғайды мына жақта бір кісілер деп, соған сеніп, мынау жаңағы ата-ананың бетіне арп етіп, жаңағы бірдеңе айтса арпылдап, сөз тыңдамай, жаңағы бір ойындағы ісі болмаса, жаңағы арпылдап, ол сотқа өз алды, жаңағы соткаға кіріп отыру деген өз алды. Мынау жаңағы ата-ананы тыңдамай арпылдап, ақша сұрап, қайта жаңағы айтқан істемей, міне тілазар болып, міне осындай болудың да жаңағы кодекс шыққаннан кейін олар уже біліп отыр ғой барлығын. Қазір 21 ғасыр, баяғы 16-15 ғасыр емес. Сондықтан мен айтам, мынау заңға өзгеріс енгізуге болмай ма? Не деген сұмдық, не деген масқара. Мынау тисе терекке, тимесе бұтаққа заң сияқты болып тұр бұл. Өйткені себебі мынау бала, мынау СССР-дың кезінде, мынау парламент депутаттарына айтатыным, мынау СССР-дың кезінде, мысалы біз СССР-дың кезінде оқып тәрбие алған балдарымыз, мысалы мұғалімдер деген указкамен оқы, алдынан кесіп өтпе, үлкенге орын бер деп мұғалімдер указкамен басымыздан, денемізден ұрады. Сонда да үйге жылап барсақ та, жаңағы өзің кінәлісің ғой, өзің бірдеңе істегенсің ғой мектепте деп, жаңағыдай қайта үйде ата-анамыздан айғай еститін едік ол кезде. Мынау енді масқара, мынау заң деген сұмдық енді. Өз ата-анасын өзі соттатқан баладан қандай оңған тәрбие, оңған ұрпақ шығады деп ойлап отырсыздар? Мен түсінбей отырмын сол жағын. Өз ата-анасын соттататын заң шығарып отырсыздар. Өз ата-анасын соттататын, сонда қол жұмсаса, бірдеңе қылса, бірдеңе айтса, жаңағы милиция шақырып, өз ата-анасын соттатып жібереді. Бұл енді заңға өзгеріс енгізесіздер ме, мен білмеймін, мен өтініш айтып отырмын сіздерге. Бұл масқара енді. Бала деген ата-ананы тыңдау керек. Ата-ананы тыңдаған бала ол қор болмайды, мысалы. Бұл енді мен түсінбей отырмын. Мына мектепте ол мұғалімдер, завуштер, ойбай қол көтерсек, біз сотталып кетеміз, біздің үстімізде статья қолданып жібереді деп, күл болмасаң бүл бол дейді да, оқыды ма, сабақ өткіздік па, болды, кеттік, қайтамыз, уақыт болды, жиналыс болды. Олар енді қағазбастылықпен тағы отырады, жиналыспен екі отырады. Мектептердің өзінде сондай болып отыр. Указка түгілі қолында бір қаттырек сөйлесе, жаңағы мен өйтті десе, жаңағы дереу ровд-ға барып арыз жазып, катастрофический болып. Енді мен айтайын дегенім, мынау осы заңдаға өзгеріс енгізуге болмай ма? Өйткені қазір ата-ана сөйлесе, баланы ата-ананы қамайды деген заң мен бірінші рет не алып отырмын, мен өмірде бірінші рет естіп отырмын. Бұл қандай заң? Мынау мейірім деген, адамгершілік, жан ашу, бір-біріне деген, мынау жаңағы бауырмашылдық деген, жаңағы қол үзіліп кетпей ма? Сондай жағдайлардан қол үзіліп кетпей ма бұл? Заң өкілдеріне де айтатын, бірдеңе болса, жаңағы, балаңыз үйткен ғой, бүйткен ғой, больницаға бар бір құлап қалса, бірнеке болса, ойбай, жаңағы қарамаған, жауапкершілікті орындамаған деп, жаңағы полиция жіберіп, тілхат алып, міне ата-аналардан. Қандай ата-ана, жаңағы баласы құлап қалып, баласы жаңағы құдыққа түсіп кетсін, болмаса баласы жаңағы қаңғырып, біреу өлтіріп кетсін, болмаса жаңағы басқа да бір жағдай болсын деп тәрбиелейді. Мысалы, өздеріңізді де бала-шаға асырап отырсыздар, мынау заң өкілдері бар, басқалар бар.
Сіздер сөйтіп тәрбиелейсіздер ма балдарыңызды? Мақұл, енді заң шығару оңай ғой, мінберде отырып алып. Мына қарапайым кісілерге қатты әсер тиіп отыр ол заңның. Ол енді депутаттарға, әкімдерге, жаңағы байбатшаларға, бизнес өкілдеріне ол заң әсер ете қоймайды. Мына инвалидтерге әсіресе, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға әсер етіп отыр. Біз жұмыс істеп, жаңағы жұмысымызбен айналысамыз ба, баланың тәрбиесімен айналысамыз ба? Енді ана қазақ атамыз айтады, Алла санасына берсін дейді. Санасына бермесе ала берсін деген. Бұл енді жаңағы бір заңға бір өзгерістер енгізесіздер ме? Ана Ринат Зайытов деген кісілер бар, парламент мәжіліс үйінде отқан. Жаңағы Сарынов деген кісілер бар. Сосын жаңағы басқа да мынау бүкіл депутаттарға айтатын парламент мәжіліс үйінде отқан. Бала тәрбиесі дейді. Бұл бала тәрбиелеу үшін де заңға өзгерту енгізу керек деп ойлаймын. Өйткені себебі бала тілазар болып, жаңағы бірінен бірі асып, тыңдамай. Өйткені жаңағы заң бар ғой, заңды білетті. Сосын жаңағы ата-анамды қамайды 40 күнге. Мен ойыма келгенімді істеп жүре берем деген сияқты. Ұғым пайда болады балада. Осы мәселе бойынша заңға өзгерістер енгізсеңіздер деймін. Парламент мәжіліс үйінде отқан кісілерге, парламент үйінде отқан кісілерге айтатын.